ары қарай денесін жасауды бастайық. Денесін жасау үшін бізге бокс примитивін қолдану керек. Мына жерге шамамен бір бокс жасайық, белгілі бір көлемде. Енді боксте бүкіл сегменттердің барлығы бірдей болуы керек. Және позиция бойынша 0-ге қоюымыз керек, центрге. Ары қарай боксты жоғарыға көтеремін, Alt X-ті басамын. Яғни прозрачный болып бізге көріну керек. Edit Poly модификаторын қолданамын. Қараңыздар, астын келтіру керек, яғни асты кішкене үлкендеу болады. Жоғары жағын келтіреміз. Кішкене алып үлкейтсек те болады. Себебі қазір біз бәрі оны жұмсартамыз қырларын. Енді жанынан қараймын. Scale бойынша келтірейін. Move-пен алға жылжытамын. Енді chamfer модификаторын беруіміз керек. Сегменттерін 2-ге қойайық. Және қараңыздар. Мынау бойынша жұмсартуға тырысайық. Көрдіңіздер ме, бізге ішке кіріп бір кішкене алға қарай созуымыз керек. Мына жердегі жағын былай алып кішкене тартайық. Енді бар chamfer қолданамыз. О, жақсы келген сияқты. Алайда қараңыздар, мына жақтары жақсы келгенмен, бізде асты бұның үшкір. Мына жақтар үшкір болып шықты. Сондықтан біз үстінен Edit Poly тағы да қолданамыз. Бірді басамыз да, мына тұрған полигондарды асты қарай тартамыз. Яғни бізді кішкене үшкірлену керек. Аст жақтары. Мына жақтары да үшкірлену керек, кішкене. Былайынан қолданып, кішкене былай тартсақ болады. Мынаны кішкене алдыға шығарайық. Енді екінші жағына дәл сөйтіп істеп отырғанша симметрия модификаторын бере саламыз. Жерде симметрия модификаторы тұр. Флипті басамыз да, яғни эффектісін екінші жағына қарай қолдану керек. Қалған жақтары жақсы сияқты. Тағы да Edit Poly модификаторын қолданамыз. Ойбай, бізде модификатордан кәдімгідей үй соғып жатырмыз, Ctrl Backspace'ті басып, артық линияны өшіріп тастаймын. Яғни артық линияны белгілеп алдым. Енді барып Turbo Smooth модификаторын қолданамыз. Онда бізде жұмсақ, әдемі нәтиже шығу керек. Неке көрдіңіздер ме? Қандай әдемі бізде нәтиже пайда болды. Iterations 2-ге қойсақ болады. Нақты соңғы эффектіні алу үшін. Сонымен денесінің негізгі бөлігі аяқталды деп ойлауымыз мүмкін, бірақ әлі аяқталған жоқ. Мына тұрған Turbo Smooth'дарды астына қарай, яғни ең астына қарай барайық. О, мына бөлшектен бағанаға есіңізде ме? Ең алғашқы бөлігі сол жерден мына тұрған полигонды алдымыз керек, себебі біз мына жерден астын жасаймыз қазір. Ctrl Shift-та басамын. Кішкене астыға тартамын ой бойынша. Clone to Element деп тұрады, Clone to Object деп тұрады. Clone to Object дейміз. Және де Edit Poly'ді мына жерден алып тастаймын. Қайтадан Turbo Smooth'ды басамын, сонда соңғы нәтиже көрінетін болады. Көрдіңіздер ме, модификатор стегі сол үшін ыңғайлы, яғни біз кез келген уақытта тарихтарын ауыстырып отыра аламыз. Ары қарай мына жерде көшірмесі пайда болды бағанағы полигонның. Енді осыған Shell деген модификатор беретін боламын. Shell модификатор менде тұр. Яғни Outer Amount бізде 456 болып тұр менде. Осындай болу керек. Яғни мына жерден қараған кезде биіктігімен шамалас болды. Ары қарай Edit Poly модификаторын қолданамын. Бірді басамын. Мына жерден шамамен ортаға осылай әкелемін.
сонымен аяқталған сияқты. Енді барып chamfer модификаторын қолданатын боламыз. 2-ге қойын. Мұны тағы да жоғары көтерсек болады. Бір-біріне жақын тұру үшін. Болды, сонымен керемет бізде нәтиже шықты. Келесі сабақта аяқтарын жасайтын боламыз.